Қайырлы күн достар, бүгін біздің арнамызда манты тағам жасайтын боламыз. Оның қамыры мүлде жыртылмайтын және мүлде созылмайтын болып керемет болып шығады. Осы тағамды жасап көргіңіз келсе, видеоны аяғына дейін көріңіз. Оған керекті бізге ингредиенттер: 500 немесе 600 грамм фарш, 4 дана пияз, тұз және сұйық май қажет болады. Пиязымызды майдалап тұрып турап аламыз. Бұл жерде сіз пияздың көп немесе аз мөлшерін салсаңыз болады. Келесі кезекте барлығын салып болғаннан соң тұзымызды және өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салсаңыз болады. Мен бұл видеода сұйық май сағамды көрсетпегендіктен өздеріңіз салуды ұмытпаңыздар. Барлығын қолмен араластырамыз. Келесі кезекте мантының қамырын жасауға көшеміз. Оған бізге тек қана 2 немесе 3 десек те болады, 3 ингредиент қажет болады: ұн, су және тұз. 1 қасық тұз бен суымызды араластырып, онымен бірге жабыспайтын және жұмсақ етіп қамырды елейміз. Оны 10-15 минутқа аттандырып қойып, сөйтіп барып жая бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, оны оңға және солға қойып, жұмсақ және жұқа етіп жайып шығамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз эластичный және қолға мүлде жабыспайтын және жыртылмаған күйінде болды. Енді осы қамырымызды үст-үстіне қойып, оларды ақырындап кесіп шығамыз. Бірақ сіздердің қамырларыңыз қатты жұқа және қатты қалың болмауы тиіс. Және оған көп ұнды салудың қажеті жоқ. Ұнды көп салсаңыздар, қамырыңыз жаңағы түйіндеп жатқан кезде қатты болып, бір-біріне жабыспай қалады. Қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып болғаннан соң, оларды бірдей етіп бөліп шығамыз. Дәл қазір видеода көрсетілгендей, жаңағы біздің кескен қамырларымызды ашып, оларды тігінен жайып қоямыз. Қамырымызды кесіп болғаннан соң, оны жайып шығатын боламыз. Сөйтіп барып, оған 1 қасық фаршымызды салып, жаңағы мантының фаршын салып, өздеріңіз білетіндей өйстіп түйіп шығатын боламыз. Мантыларымызды түйіп болғаннан соң, артынша мантоварканы жақсылап тұрып майлап аламыз. Өйстіп, мантыларымызды тізбектеп ішіне салып шығамыз. Мантыларымызды бір-біріне жақын орналастырып, артынша суын ысытатын боламыз. Міне бізде өте дәмді және өте жұмсақ болып мантымыз да шықты. Осы видеоны лайк басуды ұмытпаңыз.